Терезе алдында күзгі нөсермен даладағы ағаштардан үзіліп түсіп жатқан түрлі түсті жапырақтарға қарап, күрсінген Ая ұзақ ойға батты. Ая үйдегі 3 жылдың ішіндегі жалғыз қыз еді. Әке-шешесі аудандағы ауқатты отбасылардың бірі. 3 ағасы мен ата-анасы еркелетіп өсірген Ая ештеңеден таршылық көрмей өсті. Дегенмен мінезі шатақтау, өзінікін ғана дұрыс санайтын, өркөкірек мінезі сыртқы әдемілігіне сай келмейтін. Әкесі қамбар, даңғой, қырсық мінезді адам. Ал анасы Мәнсия өте ақкөңіл, көпшіл, барға тасымайтын, жоққа жасымайтын жан болатын. Ая 3 жеңгесімен де басы сыймай күнде әкесіне жамандап, оларға да күн бермеді. Анасы Мәнсия қаншама рет қызын жөнге салғысы келсе де, қызы айтқанға көнбейтін көкбетке айналып бара жатқанын айтып, жолдасы қамбарға реніш білдіретін. Ал әкесі үшін қызының айтқаны әрқашан дұрыс болып саналды. Балалық шағында Ая қиындық көрмей, тіпті мектепті де қиналмай бітірді. Әкесінің ақшасы мен сұлулығына сенген қыз бұл өмірде барлық нәрсені ақша шешеді деп ойлады. Өз күшімен болмаса, әкесінің ақшасымен Астанадағы ұлттық университетке экономика мамандығына оқуға түсті. Әкесі қызы қиналмасын деп тура оқу орнының жанынан бір бөлмелі пәтер сатып алып берді. Міне, еркіндіктің дәмін татқан Ая енді ойына келгенін жасай бастады. Бірге оқитын Гүлжан есімді, топтағы белсенді, озат оқитын қызды өзіне бақталас санап, қанша рет оған опасыздық жасады. Ая бірге оқитын курстасы Гүлжанды қатты жек көрді. Себебі Гүлжан белсенді, білімді және ақылына көркі сай қыз еді. Бүкіл топтың, тіпті университеттегі жігіт біткеннің бәрі есі кете ғашық екенін естігенде Ая жындануға шақ қалатын. Қайдағы бір жалаң аяқ кедеге барлығы неге сонша жабысады деп ашуға булығатын. Гүлжан Ая сияқты байлығы бардың қызы болмаса да, ақылды қылып өсірген қарапайым жанұядан шыққан. Ая Гүлжанды ұнатып, сөз жарастырып жүрген жоғарғы курстағы Болат деген жігітке өлердей ғашық. Болатты көрсе жүрегі тасылдап, әлде бір түсініксіз күй кешетін. Өзін сүймесе де, өзі сүйетін Болатты Гүлжанға оңай бере салмақ па? Жоқ, олай бола қоймас, деді. Ая саябақта қол ұстасып кете бара жатқан Гүлжан мен Болаттың соңына қарап тұрып ойға батты. Ая енді бұл екеуін ажыратуды жоспарлады. Ол қиынға соқпас, Аяда ақша бар, ал ақшаға зәру қаншама бұзақы жігіттер де бар. Кімнің керемет екенін жақында білеміз, сорлы Гүлжан, деп саябақта өзіне өзі уәде беріп, айқайлауға шақ қалды. Болатты асып-тасып жатқан ештеңесі жоқ, қарапайым отбасының баласы. Ая осыған есі кетіп, ғашық болып, денесіне жабыстырып, керемет брендтердің киімін кисе де, шашын бояп бет-аузын әрлесе де, Болат бұған мойнын бұрып қарамады. Болаттың назарын өзіне аударту үшін естімеді. Оны достарымен бірге, әрине Гүлжансыз, үйіне қонаққа шақырды. Бірақ ол келмеді. Көлігімен аңдып жүріп, өтірік кездейсоқ көріп қалғандай болып, үйіне жеткізіп салуды ұсынды. Сыпайылықпен рахметін жеткізіп, жаяу жүргенді ұнататын айтып, Болат бас тартты. Әбден Аяның амалы таусылып, ол енді Гүлжанға арамдық жасауға көшті. Үйіне кіре сала телефонға жармасты. Алло, Бағдат, бұл сенбісің? Маған керексің. Дәл қазір таксимен жет, жолыңды мен төлеймін. Жылдам кел дедім саған, деп телефонды асығыс қоя салды. Арғы жақтан, ау, бұл не асығыстық, аман саулық жоқ, деп міңгірлеп сөйлеген жігіттің дауысын Ая тыңдағысы келмей, өзінің қалағанын айтып қоя салды. Аяның іші алай-түлей өрт боп жатыр. Болатты қарату үшін салмақ тастап, сымбатын келістірген еді, ол да көмектеспеді. Ая бүкіл дүние айналып түссе де, Болат менікі болу керек деп шешті.
Көптен күткен есіктегі қоңырау үні естілді. Есікті жұлқи ашты. Алдында Бағдат тұр. Бұл ешқандай тірлігі жоқ, бұзақылықпен күн кешіп, жеңіл ақша табуды үйренген әумесер біреу. Түнгі клубта бір достарымен жүріп, осы Аямен танысқан. Не бұйымтай сұлу қыз. Асығыс амандастың дей бергенде Аяның есікті жап тәшке кір деген бұйрығын естіді. Ая оған кіре сала Болат пен Гүлжан туралы жоспарын айта бастады. Қалаған ақшаңды беремін. Ана сұмырай қызды алдап түсіріп, төсектес бол да маған фотоға түсіріп жібер. Оны қалай жасайсың білмеймін. Ол сенің проблемаң. Ұқтың ма? Және де ойланам деп көпірме. Маған тез арада керек бұл сурет. Басымды қатырмай іске көз жылдам, деп өктем сөйледі. Мақұл сұлуым, қалағаның болсын. Ол жағын қатырамын. Менің ақым $4000. Бірақ ақшаның 50%-ын қазір бересің, деп Бағдат та қулығына көшті. Сен бұл ақшаны түсіңде де көрмеген шығарсың, дегенің болсын. Бірақ менің қалауымды орындап, ана қыздың абыройын төгуің керек. Көрермін содан соң оның кереметтілігін, деп сықылдай күлді де долларды шырылдатып санап Бағдатқа ұсынды. Енді ақшаға Бағдат қолын созғанда, Ая ақшаны қолымен иығына қарай тартып, мені алдап кетуді ойласаң, арамға тасың, деп қорқытты. Ол жағына уайымдама, сұлу қыз. Мен бірінші рет бұндай тірлікке барып жатқаным жоқ. Саған сенуге бола ма, жоқ па, оны осы істен кейін көре жатармыз, деді Ая. Гүлжан туралы сипаттап, қайда тұратынын айтып, барлық мәліметтер мен фотосын Бағдатқа ұстатты. Ақша мен тапсырысты алған Бағдат лезде тайып тұрды. Кешке қарай Гүлжан әдеттегіше құрбысы Жанеркемен кітапханадан қайтып келе жатты. Қыздар көңілді, ойларында жаман ештеңе жоқ. Бағдат жанындағы досы Құрманмен жатақханадағы бұрылыста бұларды аңдып тұр. Құрманға, сен құрбысына ие боласың, мен Гүлжанды алып көзден ғайып боламын, деп келісіп қойған. Міне, қыздардың келе жатқанын байқаған екеуі аш қасқырша тасадан бас салуға дайын тұр. Тура бұрыла бергенде еңгезерде екі еркек қыздарға тап берді. Көше азан-қазан қыздардың айқайлаған дауыстарымен у-шуға ұласты. Дәл осы сәтте Гүлжанға келе жатқан Болат та сол бұрылыста бұларға тура келіп қалды. Дәрменсіз қыздарға күш көрсетпек болған Бағдатқа қарай тап берді. Бағдат өзін тым жоғары бағалаған екен. Ұзын бойлы қара күшке ие Болатқа әлі келер емес. Осы кезде Жанеркенің аузын қолымен басып тұрған Құрман қалтасынан пышағын алып Болатқа тұра жүгерді. Қыздар шыңғырып жан-жақтан адамдарды көмекке шақырып әлек болды. Дәл Болатқа жүгірген Құрманның қолын сыртқа қарай қайырмақшы болған Болаттың бір қолы Бағдаттың алқымында еді. Қою қараңғылыққа ұласып бара жатқан қара кеште қыздардың дауысынан көмекке жүгіріп келген 3-4 адамның қарасын көрінді. Осы кезде Болат жерге құлап түсті. Жанұшыра айқайлап жүгіріп келген Гүлжан оның арқа тұсынан қадалған пышақпен ағып жатқан қанды көріп талып қалды. Екі қарақшы оқиға орнынан бой тасалап үлгерді. Есін жинаған Гүлжан көзін ашқан бойда Болатты сұрап жаны ұшырды. Ал Болат бұл кезде ауруханада отада жатқан еді. Қаптаған полициялар мен жедел жәрдем қызметкерлерін көргенде Гүлжанның жанында басын сүйеп отырған Жанеркені құшақтай алып көз жасына ерік берді. Оқиғадан хабар алған Аяның мазасы қашты. Бағдатты тауып кездесіп, көзіңді құрт, сен де досыңды, мені сатушы болмаңдар. Мен саған Болатты пышақта деген жоқпын, деп еді. Бағдаттың жағасына жармастым. Болаттың келе қалатынын мен білді дейсің бе? Оның үстіне оған пышақ салған мен емес, деп ақталды Бағдат. Ая, мен берген ақша сенің аузыңның құны. Мені енді іздеме, деп өз жөніне кетті. Арада біршама уақыт өтті. Ая Болаттың жұлынына зақым келіп, мүгедек болғанын естіп қатты қиналды. Болатқа ақша ұсынып, шетелге ота жасатуға болатынын айтты.
Әрине, Болат әдеттегідей бас тартты. Гүлжаннан өшін ала алмай қалған Ая оны жүргіш, жеңіл жүрісті қыз деп университетте оған жала жауып өсек таратты. Деканға жамандап оқудан шығартпақшы болды. Бірақ ешқандай әрекеті іске аспады. Ал бұл оқиғадан хабардар болса да, Гүлжан мен Болат ештеңе деместен бір-бірінен бас тартпай отау құрды. Енді Болатқа деген махаббаты жауапсыз болған Ая өзіне жұбаныш іздей бастады. Ішімдік ішіп, шылым шегуге әуестеніп алды. Сөйтіп жүріп әр түнде әр жігіттің жанынан бірақ шығып жүріп, ең ақыры аяғы ауырланып қалды. Кімнен екенін білмеген соң, баласын бас қатырмастан алып тастатты. Бұл қылығы да әдетке айналды. Осылай қатарынан 3 рет жасанды түсік жасатты. Үлгерімі дұрыс болмаған соң оқудан да шығып қалды. Өзінің де оқуға құлқы болмады. Әкесінің "ақшасын төлейміз қызым, қайта оқы" дегеніне де құлақ аспады. Өз қалауымен өмір сүре бастады. Сөйтіп жүріске салынған Ая 40-қа таяп қалғанда есін бірақ жинады. Әке-шешесінің жалғыз жүрмей тұрмысқа шық деген сөзінен соң амалы жоқ тұрмысқа шығуға айналды. Дегенмен оның өмірінен хабардар еркек біткен бұны жар етіп емес, жарты күндік ермек қылғанға ғана ойлары болды. Бұлай оңайшылықпен жар таппасын білген Ая пәтерін сатып басқа қалаға көшіп кетті. Әкесінің ақшасымен жеке күзет компаниясын ашты. Алматыдан жаңа пәтер алды. Күзет қызметінің басшысы Ерғали оның көзіне түсті. Ерғали отбасылы, 3 ұлдың әкесі, әйелі дәрігер. Өзі жылпос, адамның сеніміне тез кіретін, ақшаны жақсы көретін адам. Аяға да керегі сол. Бүкіл тірлігін ақшамен шешіп үйренген Ая ақыры Ерғалиді айналдырып, отбасынан айырып алды. Бұл өмірде бәрі Аяның қалауындағыдай бола бермейтінін Ая түсінбейтіндей. Тіпті түсінсе де түсінгісі келмейтін. Уақыт зымырап өтіп жатты. Аяның әке-шешесі өмірден өтті. Жылап еңіреп 3 аға жеңгелерімен Ая қалды. Баяғыда 3 жеңгесін ағаларына өтірік айтып ұрғызатын Ая олар үшін бөтен болды. Аға жеңгелерінің бала-шағалары өсіп кеткен, өз өмірлері өзінде. Ата-анасы өмірден өткен соң Ая үшін күйзелісті күндер басталды. Отбасында бақытсыз сүрен күндерден Ая шаршағанын түсінді. Қаржылай қолдау білдіретін баяғыдай әкесі болмағандықтан күзет компаниясы да құлдырауға ұшырады. Бала көтере алмаған Ая бірнеше рет экоға да жүгінді. Бірақ әр талпынысы сәтсіздікке ұласты. Ақшаның шеті азая бастаған соң Ерғали Аямен жиі ұрысатын болды. Ақырында Ерғалидің "бала тумайтын сен сияқты, бедеу қатынға байланғым келмейді. Өз отбасыма ораламын. Онда менің ізімді басар 3 тұяғыммен опасыздық жасағанымды бетіме баспай қадірлейтін жан-жарым бар" деп бірақ күнде тайып тұрды. Ая ештеңе демеді. Дегенде не айтады? Отбасынан Ерғалиді өзі айырып алды. Бұл өмірде кімге жақсылық жасап еді Ая? Күзгі нөсер тәнін емес жанын ауыртып тұр. Қолшатыры болса да көше бойымен жауынның астында келе жатқан Ая міз бақпады. Ақ жауынның суық тамшылары бұның күнәларын жуып жатқандай көрінді. "Ау, япыр-ау, мұныңыз не? Суық тиіп ауырып қалатын болдыңыз ғой" деп Аяны бір ер адам қолтықтай ұстап жүгіре бастап алдындағы кішігірім кафеге алып кірді. "Құдай-ау, мынау таныс дауыс қой" деп ішінен күбірлеп үлгергені сол еді, көзіне көзі түсіп меңіреу адамша қатты да қалды. "Мәссаған, міне кездесу деп осыны айт. Сен Аямысың? Ай өмір-ай, сені жолықтырамын деп кім ойлаған?" Бұл сол баяғы Ая өмірін күл-талқан еткен Болат. Болат тіпті өзгермепті. Керісінше 50-ге жақындаған ер азамат сымбаттыланып, әдеміне түскендей. "Кел Ая, мына жерге отырайық. Қазір Гүлжан да келіп қалар.
Болат Аяға деген реніші жоқ адам сияқты әңгімені бастап жатыр. Ал Ая ше, өзімен өзі бір меңіреу әлемге кіріп кеткендей, құлағы естімейтін сияқты. Бір кезде есін жиды. Болат, сен дей бергені сол еді Болаттың. Иә, сен мені соңғы көргенде мен мүгедек арбасында болдым. Дегенмен Гүлжанымның маған деген махаббаты, кейіннен 4 балаларының сүйіспеншілігі күш бітірді бойыма. Қаржы жинап Израильге барып, ұзақ ем-дом курстарынан өттім. Ақыры өзің көргенде аяққа тұрдым. Дәл осы сәтте кафеге Гүлжан кіріп келді. Аяның көз алдында бір қатып қалған киноның ленталары жыбырлап өтіп жатқандай. Ол да Аямен жылы амандасып, хал жағдайын сұрасып жатыр. Болат екеуі 3 ұл мен 1 қыз, 3 немере тәрбиелеп отыр екен. Ең кенже қызы Гүлжаухар алдағы айда тұрмысқа шықпақшы боп жатыр екен. Сол қуанышпен жүрміз дейді. Ая бұларға аң-таң, екеуіне бір ауыз сөз де айтпады. Тек біраз уақыттан соң орнынан тұрып Гүлжанның қолынан ұстап, Гүлжан, сен шынымен маған өкпелі емессің бе? Мен сендерге тіпті аузымда бармайды. Мен қанша жамандықтар жасадым. Кешіре алсаңдар мені кешіріңдерші. Мен өз жамандығымның зардаптарын енді ащы да болса тартып жатырмын. Дей берген Гүлжанға, жоқ. Ая, дей берген Гүлжанға, жоқ, Гүлжан, ештеңе демеші, өтінемін. Кешірдім, болмаса кешпедім де демеші. Өзім үшін осылай қалсын. Бастысы мен жеңілдеп қалдым. Сендердің бақытты екендеріңді көрудің өзі маған үлкен қуаныш екенін түсіндім. Әттең-ай, осыны неге ертерек түсінбедім? Мен бәрінен айырылып жалғыз қалған жанмын. Тіпті аға жеңгелеріме қарайтын бетім жоқ. Оларға да зияным тиді. Өмірде адамдарға тек зиянымды тигізгенімді кешіктім. Сендерден кеште болса кешірім өтінемін. Менің кетуім керек, деп бұрыла бергенде Гүлжанның. Ая, адам өмірде әдейі қателеспейді. Пендешілікпен жасаған қатеңді түсіне білуіңді өзің... Ая, адам өмірде әдейі қателеспейді. Пендешілікпен жасаған қатеңді түсіне білудің өзі бір жеңіс. Сені кешірмейтінін біз кімбіз? Құдайдың өзі кешірімді. Өз жаныңды жібергенше қателіктерге тура қарап, алдыға қарай ұмтылуың керек. Сенің Алла берген өмірге қиянат жасауға хақың жоқ. Сол үшін жақсылықтан көдеріңді үзбе, деді. Ая Гүлжанды қапсыра құшақтап алды да көз жасына ерік берді. Көзінен домалаған ыстық жастар жанын күйдіріп бара жатқандай болды. Сендерге рахмет, қатемді бетіме баспағандарың үшін, бетіме келіп түкірмегенің үшін, отбасыларыңдағы қуаныштарың баянды болсын, деп есікке қарай жылдамдата бастады. Дала неткен суық еді. Жоқ әлде Аяның жаны құлазып тоңды ма? Оны өзі де түсінбеді. Ая бір бөлмелі шағын ғана пәтерінде осылайша жалғыз қалды. Кейде саябақтағы ағаштарды құшақтап, еңкілдеп жылап, өзегін өртеген өкінішін шығарады. Әр күні бір сарынды өтіп жатыр. Кейде өзінің ешкімге керексіз екенін сезінгенде, өзіне өзі қол жұмсағысы келеді. Дегенмен, Гүлжан айтқандай, Алланың берген өмірін алып, қиянат жасаудан қорықты. Пәтері де ызғары суық, сұр күзбен сұрланып кеткендей. Қандай суық еді. Соңы